Python тілінде өз ботымызды жасаймыз. Біз алдыңғы видеода компьютерді Python тілінде программалауға толықтай дайындаған болатынбыз. Оның ішінде Pythonды орнаттық. Pythonда программалау ортасы PyCharmды орнаттық. Енді олардың орнатылуы барысында бүкіл маңызды нәрселерді атап өттім. Егер қарамаған болсаңыздар, алдыңғы видеоға өтіп, толықтай қайталап шығыңыздар. Одан кейін осы видеоны жалғастырасыздар. Егер соның барлығын жасап қойған болсаңыздар, онда жалғастырайық. Біз ең бірінші Telegram-ға кіреміз, botfazerге жазамыз. Бұл botfazer дегеніміз, мінекей, жазып іздеп қарасаңыздар болады. Botfazer. Ол бізде барлық боттардың әкесі. Осы бот арқылы басқа боттарды жасауға мүмкіндік бар. Енді меню дейміз, new bot дейміз. Мұнда бірден alright, a new bot, how are you going to call it? Біз мұнда боттың атауын береміз. Оған біз былай атау жасайық. Echo bot деп қоямыз. Біз бүгін Echo bot жасайтын боламыз. Echo бөлік жасайық bot деп. Енді екінші, мынау жерде қандай ат жасақта бәрібір ол ботқа ортақ көрініп тұрады. Ал мынау жерге енді оны username береміз. Бұл username уникальный болу керек. Ешқашан басқа боттармен қайталанбау керек. Егер қайталанып қалған жерде сіздерге мұндай хат қайтарады. Sorry, this username already екен, басқасын жазып көр деген сияқты әңгіме айтады. Сол үшін мұнда Саят Echo Саят бір Echo bot дей саламын. Botfazerден өзімізге керекті токенді алдық, және біздің өзіміздің ботымызға сілтемені алдық. Кіреміз. Echo bot. Қазірше ештеңе істемейді бұл бот. Енді токенді алуған осыны көшіреміздегі проектті ашатын боламыз қазір. Бұлай. Development. Мен додифтің ішінде Python осының ішіне создать тест Echo bot деп қосылсын. Соның ішіне мышканың, егер Windows 10 болса, мышканың оң жағын басамыз. Ал Windows 11 болса, мышканың оң жағын, әрі показать дополнительный параметр басамыз, мынау шығады. Немесе бірден Shift мышканың оң жағын басақ, осы шығады. Open Folders PyCharm Community Edition Project деген бізде пункт болады. Бұл пункт не үшін бар? Өйткені алдыңғы видеода орнатқан кезде Open Folders PyCharm Community дегенге галочка қойып кеткен болатынбыз. Соның расында контекст менеміз осындай кеңейтілген болып шығады. Басамыз, папкамыз PyCharm проектісі басылады. Trust Project деп басамыз. Енді бізге керегі ең бірінші main.py деп тұр. Оның ішінде PyCharmның өзінің boilerplate дейміз ғой, готовый шаблон проектісі болып қояды. Тестовый. Бұл проекттің барлық жасайтын жұмысы экранға Hi PyCharm деп шығару. Мінекей көріп тұрғаныңыздар Hi PyCharm деп шығару. Бізде IDE-міз бар ғой, программа ортасы PyCharm. Оның төбесінде run деген кнопка бар, debug деген кнопка бар, және өзінің бірнеше настройкалары бар. Мұнда тағы бірнеше өзінің вкладкалары бар. Барлығын кейде таныса жатасыздар өздеріңіз. Қазірше бізге керек нәрсе не? Runды бассақ, мына жерде run деген вкладкадан результат шығады, осы команданың орындалу барысы. Мынаны PyCharmға сен runды бассақ та болады, немесе терминалға кіріп, өз қолымызбен Python main.py деп жасақ та болады. Мұнда тура жаңағыдай результат шығады. Мынаның барлығын уже IDE өзіне подкапотан тұққан runды бассақ шақыруға болады. Бірақ ол не екенімді айтса, бірақ терминалмен қолдансақ дұрысырақ болады. Енді clear. Бізде Python деген сайын Python main.py десек, қазір мына Python компьютерімізде орнатылған глобальды Python 3.11-ді көріп тұр. Яғни глобальды түрде қолданылады. Ол нәрсе дұрыс емес, өйткені біз бір ғана проект емес, бірнеше проекттер болған кезде барлық проекттардың библиотекалары бір-бірімен араласып, быт-шыт болып кетеді. Сол үшін әр проекттің өзінің ғана виртуалды ортасы болу керек. Глобальды орта емес, виртуалды орта ашу керек. Оны жасаймыз. Мынау PyCharmның ішінде ең оң жақ астыңғы бұрышта Python версиясы тұрады. Немесе сіздерде No Interpreter деген жазу шығып тұруы мүмкін. Осыны басамыз. Сосын Add New Interpreter, Add Local Interpreter. Оның ішінде мынау ештеңе де деместен бәрін өзгертпестен осылай қалдырамыз. Басқа Python версиясы тұрып қалса, осы 3.11.9-ды таңдайсаңыздар болды. Басқасын бәрін сол қалпында қалдырып OK дейміз. Бізде виртуалды орта құрылады.
Ол мынадан білінеді. Бізде проекттің ішінде .venv деген папка ашылады. Оның ішінде lib бөлімінде бүкіл библиотекалар бар. Осы проект қолданатын scripts бөлімінде бүкіл орындалатын файлдар бар. Оның ішінде питонымыз, pip, тағы да бірнеше командалар. Енді бізде мына біреу venv'ті құрастырғаннан кейін қарасаңыздар Python 3.11 және жақшаның ішінде осы virtual environment'ның атауы шығып кетті. Енді қазіргі терминалымызда глобальды ортада көрініп тұр бұлай. Ал тағы да жаңадан терминал ашатын болсақ, venv құрылғаннан кейін venv'тің ішінен шығады. Оны мынау префикстан білсек болады. Екеуісінің разницасы осыда. Мына глобальды Python, мынау venv'тің ішіндегі Python. Мына жерде Pythonды жазсақ, бізде уже мына жердегі мынау Python іске қосылады. Осы Pythonды шақырамыз. Енді ары қарай жалғастырамыз. Глобальды менен локальды виртуалды environment'ның айырмашылығын түсінген дейміз. Ары қарай біз не істейміз? Виртуалды ортаға кітапханалар жүктейміз. Қазір venv'тің ішінде libтен қарап отырсаңыздар, көп тізімде жоқ. Аз ғана стандартты библиотекалар ғана бар. Енді біз не істейміз? Install деген команда арқылы Python .env деген кітапхананы орнатамыз. Мұнда қарасаңыздар Python.env дегеніміз оның орнатылу барысы, осындай нәрселер қалай қолдану керек деген нәрселер PyPy деген сайтта жазылған. Толығырақ оқысаңыздар болады. Python.env PyPy де бізде бар. Мұны pip install python.env командасын көшіріп алуға да болады, немесе қолмен жазсаңыздар да болады. Осы жерге келеміз де терминалға келіп python.env деп жазамыз. Ол орнатылады. Мына жерде қарасаңыздар python.env қосылды міне. Python.env қосылды. Және мұнда .env деген кітапхана қосылды. Оларды біз қалай қолданамыз? Қазір бұлай қолданамыз. Ол үшін бізге ең бірінші .env деген файл құрастыру керек. Оның ішіне жаңағы Telegram боттан алған токенді қою керек. Бот токен тең контрол мінекей қоямыз. Бұл жерде буферамина деген нәрсе бар. Тағы Windows'та Windows бұны бассақ, мына жерде бүкіл біздің көшіріп алған заттардың тізімі шыға келеді. Осылардың арасынан соңында осы тұрады. Қазір мысалы мына бот токенді көшіріп алсам, Ctrl-C деп Windows фоны ішінде сол қалады міне. Көрдіңіздер ме? Әрқайсысы кез келген қолдана өтсек болады, сосын қалағанымызша. Бұл жақсы дүние. Енді .env-тің ішінде бот токен тұр. Main'ның ішіне кіреміз де, сол бот токенді шақырамыз қазір. Қазір не істейміз? Мынау қазір функциондарын өшірсеңіз, таптыза қылып, енді бізге керегі os деген библиотека. Бот токен тең os.getEnv дейміз. Бұл os деген Python'ның стандартты библиотекасы. Бұл біз не істемесек, жүктемесек те стандартты импорт жасай аламыз. Енді бұның үшін бот токен деген кілтті алғым келеді. Қазір қарап тұрсаңыздар, бұл ішінен ештеңе шықпайды. Print бот токен. Себебі қазір оны айтатын боламыз. Clear Python main.py. Қарасаңыздар, нан ештеңе жоқ деген сөз. Бос. Бұл не үшін ондай болды? Бізде env-тікше жатыр ғой бот токен. Неге оны алмадық? Себебі os.getEnv дегеніміз компьютердің системалық айнымалар ортасынан айнымалы іздейді. Бот токен деген. Ал біздің env дегеніміз ол біздегі осы проекттің ішіндегі env файлдың ішінде ғана жатыр. Бұны системаның біздің жүйеміздің айнымаларына қосқан жоқпыз. Оны қосу үшін жаңағы өзіміз орнатқан python.env деген библиотеканы қолданамыз. From .env import load.env деген функция бар. Оны шақырамыздағы бірден жазып өтеміз оны. Load.env деген функцияны шақырдық. Мынау .env деген кітапхананың ішінен load.env деген функцияны импорт жасадық, және сол функцияны бірден шақырдық. Осының арқасында бізде env файлда жатқан бот токен деген переменный емес, немесе айнымалымыз компьютердің системалық айнымаларының тізіміне қосылады, және оның арқасында бізде қазір бот токен кезде алынады. Бот токен деген переменныйға сол системный переменныйдағы бот токен деген айнымалы жазылады, және оның результатын көреміз. Бұлай қайтадан орындаймыз. Қарасаңыздар, міне токенді алып тұрмыз. Сонымен ары қарай кеттік. Енді бізге керек. Бізге не керек? Бот токенді алып қана қоймай, онымен бот жасауымыз керек. Ол үшін бот тең iogramның ішінен бот деген керек. Ол үшін iOgram деген библиотеканы жүктейміз.
Бірінші мына жазбасына барып айограмды жүктеп алайық. Ол айограм деген кітапханамен мына жерден таныссаңыздар болады. Айограм дев деген сайтқа кіресіздер. Ішінде оның официальный документациясы бар. Мынаны бассаңыздар, сіздерді мынандай документацияға жібереді. Ол ағылшын тілінде және украин тілінде доступны. Егер тағы да бірнеше телеграмдағы каналдарына сілтемелер бар. Қазақстандық айограм каналына сілтеме мына жерден тапсаңыздар болады. Кірсеңіздер телеграмға жібереді сіздерді. Мінекей айограмның библиотекасының официалды ресми түрде кітап қазақша комьюнити осы жерде. Сұрақтарыңызды қойсаңыздар жауап беріп жатады. Енді айограмның өз библиотекасының официальный документациясының ішінде де біраз заттар бар. Осыларды қарау арқылы қалай қолдану керек барып үйренсеңіздер болады. Біз жай ғана осы библиотеканы жүктейміз қазір. Мына команданы копировать етіп алып, мұнда терминалға қоямыз. Pip install айограм. Команда орындалып біткеннен кейін бізде веб ішінде айограмның бүкіл библиотекалары шыға келеді. Айограмға қатысты еще бірнеше библиотекалар тағы жүктеледі. Енді команда орындалып бітті. Енді бізге не істейді? Clear дейміздегі сіздермен тағы да бір командамен танысып өтейік. Pip freeze деген команда бар. Қазір біздің проектімізде қандай библиотекалар қолданып жатыр, соларды көрсетеді. Pip freeze. Ол бізде стандарт түрде терминалға шығарады. Қай жерден шақырдық, сол терминалға шығарып тұр. Енді біз бұны жай ғана бүйтіп қалдырмаймыз. Pip freeze және бұрамыздағы requirements.txt деген файлға саламыз. Тура осы шыққан команданың барлығы тек requirements.txt десе жазыла қалды. Қарасаңыздар міне, шыға кетті requirements.txt. Бұл не үшін керек? Біздің осы программамызда ішінде қолданылған кітапханалардың барлығын нақты қазіргі версиясымен бірге сақтап қоямыз. Кейін басқа біреу біздің программамызды алатын болса, бірден pip install requirements осы команданы жазу арқылы осы requirements.txt-дің ішінде жазылған барлық библиотекаларды тура біз қолданған версиялармен бірдей қылып жүктеп алу үшін. Оның маңыздылығы не? Өйткені біздің библиотекалардың версиялары өзгеріп кеткен кезде кейдегі функциялар дұрыс жұмыс жасамай қалуы мүмкін. Сол үшін де нақты версиясымен бірге сақтаймыз. Енді келесі main'ның ішіне кіреміз. Айограм жүктелді. Демек бізде bot дегеннің ішінде bot деген классымыз қолжетімді. Оны біздің PyCharm идеясы соншалықты ақылды, ол мынандай ұсынады. Бізде жетіспей тұрған заттар болса, ол жетіспей тұрған қателіктердің шешімін былай ұсынып тұрады. Лампочканы жағу арқылы басамыздағы import айограм bot десек те болады. Сосын ол жетпей тұрған библиотеканы былай импорт жасап болады. Енді ботқа біз негізгі параметр bot токенді беруіміз керек. Басқа параметрлары маңызды емес, сондықтан бермей қойсақ та болады. Bot токен. Bot кластердық. Енді екінші диспатчер жазамыз. Диспатчер деген класты тауып аламыз. Айограм ішінен айограмдан диспатчерді аламыз. Ол өзі бірден импорт қойып алып тұрыстап мына жерге. Диспатчерге ештеңе бермейміз. Ол диспатчер классының ішіндегі декораторды қолданамыз. Ол диспатчер message деген декоратор. Бұл message декораторы не істейді? Келесі функцияны Телеграмның өзінің функцияларымен толықтырады. Асинхрон функция болғандықтан async деп жазамыз. Def ол стандарт Python'да функцияның жазылуы. И message handler. И бұл стандартта Телеграмның функцияларының барлығында, осы хендлерлердің барлығында message деген объект жүреді. Ол message деген объектіміз бізде қазір келіп жатқан сообщение хатымыз жайлы толық информация. Ал екінші message мына жерде тез шақыру үшін alt enter десек те болады. Мына лампочканы баспастан импорт, оны айограмның ішіндегі месседжден импорт жасаймыз. Екінші параметрі state. Ол бізде fsm контексттен келетін state. Келесі. Мынау жерде келесі жолға бірден түсіп кету үшін shift enter дей саламыз. И енді await message нүкте answer сіз
жауап бердіңіз. Бұнымен біз не істедік? Біз ботты жарияладық және ол боттың қалай обработка жасалатын логикасын диспатчерге бердік. Диспатчер бізде барлық боттардың логикасын ұстап тұратын негізгі жер, кіру нүктесі деп айтсақ та болады. Осы диспатчерге келген, телеграмға келген бүкіл өзгерістердің барлығы осы диспатчер арқылы ұсталады. Ол диспатчер ары қарай қалай жауап беруін өзі біледі. Біз жазып қойған логика бойынша ол жауап береді. Қазір біз диспатчер месседжді қойдық, ол барлық сообщениелерге осы бір ғана мынау функция арқылы жауап беретін болады. Ол сіз жауап бердіңіз деген жауап арқылы бізге жазады. Қандай хат жазсақ та, осы хатты жазады тұрақты түрде. Қазір оны тексеріп көру үшін біз тағы да бір-екі функция жазуымыз керек. Ол үшін бірінші асинхронды async def main негізгі функция. Бұны жазсақ та жазбасақ та болады, бірақ осылай жазған солай жақсырақ есептеледі. Main, оның ішінде біз не істейміз? Dispatcher start polling деген метод шақырамыз. Оның ішіне ботты жібереміз. Біздің оның үшін міндетті түрде await деп алдына қосуымыз керек. Өйткені бұл асинхронды функция. Асинхронды функция ішінде await міндетті түрде болу керек. Dispatcher start polling деген әдісті шақырамыз. Оған bot дегенді жібереміз. Бұл не істейді? Мынау диспатчер телеграмнан өзгерістерді күтіп тұрады. Мынау ботқа қатысты ғана. Біздің телеграмға қандай да бір қабылданушы жазып қалған жағдайда телеграмда бір өзгеріс болады. Сол өзгерісті ол осы біздің диспатчерге жібереді. Ал диспатчер старт полинг арқылы сол телеграмнан тартып алады сол өзгерістердің барлығын жарты секунд сайын немесе 1 секунд сайын тартып алып тұрады. Енді ары қарай біз не істейміз? Main деген бөлікті жазамыз. Әшейін main деп enter десек, біздің идеямыз өзі толықтырып жібереді осылай. Енді бұл жерге не істейміз? Ең бірінші логин қосамыз. Көп жағдайда осылай ұсынылады. Логин, ол жерге base config, бірінші параметр ретінде level, тең дейміз дағы осы логин, оның ішінде info. Бұл дегеніміз не? Логтың бірнеше сатысы бар. Ол debug, info, error, warning деген сияқты нәрселер, немесе fatal деген сияқты. Ол сатылардың барлығы әртүрлі айырмашылықтары бар. Info дегеніміз тек ақпараттар шығарады. Warning дегеніміз бізге ескерту шығарады. Error дегеніміз қателіктерді шығарады. Ал fatal дегеніміз фаталды қателіктерді шығарады. Оның барлығын өздерінің түстерімен ерекшеленіп қояды. Сол үшін осы логин деген кітапхананы қолданамыз. Ол бізге сондай әртүрлі деңгейдегі қателіктерді немесе ақпараттар шығаруға мүмкіндік береді. Енді қасына қайда жазамыз деген параметрді береміз. Ол бізде stream тең sys.std.out. Sys дегеніміз ол біздің стандартты библиотека Python үшін, ал std.out дегеніміз соның ішіндегі тұрақты біздің шығаратын потогымыз. Поток дегенде қалай? Ағын. Ол ағын тұрақты түрде бізде терминалды беріп қоямыз std.out деп. Сонда барлық хаттардың барлығы терминалға түсетін болады. Қазір оны өздеріңізде көресіздер. Және бұның астында тағы да екінші нәрсе, біз async.io деген библиотеканы қолданамыз. IO-грамды жүктеген кезде бірден async.io бірге жүктелетін болады. async.io.run, оның ішіне өзіміздің main функциямызды береміз. Біздің main функциямыз асинхронды, сол үшін осы асинхронды функцияны async.io библиотекасы арқылы жүзеге асырамыз, шақырамыз. Барлық кодты жазып қойдық. Барлық керек кодтар міне, барлық импорттар, кітапханаларды load токенді шақырдық, environment bot токенді алдық, одан кейін ботты жарияладық, ботқа диспатчерді құрдық. Диспатчер бізде бүкіл хаттарды алып тұрады, және сіз жауап бердіңіз деген жауаппен бізге жауап қайтаратын болады. Осы скриптті бізді жүргізетін болсақ, Python main py. Біз мынандай хат аламыз. Info IO-грам, бұның барлығы жаңа логингтің арқасында, осы логинг бізге барлығын info деп шығарып жатыр экранға. Енді телеграмға кірсек, бот базар, өзіміздің ботқа кіреміз. Міне стартқа былай жауап беріп тұр екен. Жаңағы біз жазып стартқа жауап беріп жатыр. Біз қандай хат жазсақ та, сіз жауап бердіңіз деп жауап береді, оны тексеріп көреміз. Мен деп жазылайын. Любой өтірік жазып жазылайын. Бәріне бір ғана логикамен жауап береді. Бұл не істеп тұр? Біз жазамыз, телеграмда бір какой-то ивент орындалады, жағдай, немесе бір зат орындалады, өзгеріс болады телеграмда. Сол өзгерісті мынау диспатчер жарты секунд сайын немесе 1 секунд сайын телеграмнан сұрап тұрады.
мынау бот үшін өзгерістерді берші деп. Сосын ол өзгеріс болған жағдайда диспатчер ішіндегі мынау хендлер оған қарсы әрекет жасайды, реакция жасайды. Телеграмда болған өзгеріс үшін кез келген сообщение болған жағдайда сіз жауап бердіңіз деген реакция қайтарды. Ол бізде message answer деген реакция. Және қазіргі жағдайда бізде барлығына сіз жауап бердіңіз деп жауап береді. Бұл дұрыс емес. Бізге адам не жазды, сол сөзді қайталап өзіне ответ қайтару керек. Ол үшін мұнда біз бір ғана затты өзгертеміз. Мұнда сіз жауап бердіңіздің орнына месседждің ішінен нүкте текст деп текстін алып аламыз. Бұл месседждің ішінде текст, ол бізде қазір сіздің жазған текстіңіз болып саналады мына жерде. Өзгерісіміз ол біздің жазғанымыз, ал жазғанымыздың мәні месседж текстің ішінде сақталып тұрады. Сосын қазір программа тоқтатамыз дағы қайтадан жүзеге асырамыз. Тағы да осы логингтарды көрдік. Демек біздің ботымыз жүзеге асады деген сөз. Қазір енді біз тест десек, ол бізге тестте жауап береді. Өтірік бірдеңе жазсақ, просто өтірік бірдеңені қайтарады. Ақылды код каналына жазыламыз десек, сол кодты, сол жазуды қайтарып береді. Лайк пен комментарий қалдырамыз. Қарап отқандарыңыздай, не жазсақ соны өзімізге қайтарады. Енді тағы бір нәрсе, тек хатты қайтарғаннан бұрын біз тағы да бір ақпаратты қосып өтейік. Бірінші перемен жерлей салайық. Біздің текстіміз тең деймізде Python ішіндегі f-строканы қолдана саламыз. F-строка дегеніміз стрингтарды формат жасау үшін. Оның ішіне фигуралы жақшаның ішіне перемен айнымаларымызды салып отырамыз. Сөйтіп, жан-жағынан өзімізге керекті тұрақты әріптермен толықтырып жіберетін боламыз. Мысалы, сіз жазған текст дейміздағы қос нүкте, ол message текст боласа, мына қоямыз. Және message текст емес, осы қазіргі текстті жауап қайтарамыз. Сонда бізге мынандай шаблонменен жауап қайтаратын болады ботымыз. Python main қайтадан жүзеге асырамыз. Мынау жерге сіз десем, ағысы жазылып кетті. Сіз жазған текст мынандай. Қарап тұрғандарыңыздай f-текстпен жұмыс жасауды да үйреніп жатырмыз. Қарапайым түрде. Кейін толықтай үйрене жатармыз. Енді бұл жерге тек қана текст қана емес, тағы бірдеңе қосқымыз келеді. Екінші, жазған адамның аты жөнін шығарғым келеді. Оны қалай істейміз? Message нүкте from деген ол кім жіберді? Сол user. From user точка. Оның ішінде ID бар. Біздің жіберген адамның ID бар, жіберген адамның тағы name, last name, first name деген ақпараттар бар. First name. Және осылай жаза салатын болсақ, бізге хатты көрсетеді, және жіберген адамның атын көрсетеді. Қайтадан ботты өшіріп, іске қосатын боламыз. Мына боттың нәтижесінде бізде хат шығады, және хатпен бірге Саят деген жазу керек. Менің аты жөнім. Мен деп. Сонда сіз жазған текст мен және Саят. Бұл жерде сәл дұрыс емес болып қалды. Енді өтір қойып жіберуші дей салайық. Жіберуші Саят. Осылай кішкене әдемірек көрінеді деп ойлаймын. Енді қараңыздар. Тест. Сіз жазған текст тест, жіберуші Саят. Осы видеодан біз мына заттарды үйрендік. Ең бірінші, pip және Python командаларын қолдануды үйрендік. Және де виртуалды орта менен глобалды ортаның айырмашылығын үйрендік. Одан кейін .env-тің не үшін керек екенін толық айтып өткен жоқпыз, алдағы видеоларда айтып өтетін боламыз. Бірақ .env-ті қалай қолданатынын үйрендік. Python.env библиотекасы арқылы ол .env-тің ішіндегі переменаларды қалай системалық переменаларға қосуға болатынын үйрендік. Және оны қалай қолданатынымызды үйрендік. Одан кейін келесі үйренген заттарымыз ол iOgram кітапханасы, оның ішіндегі бот және диспатчер класстары және олардың қолданысы. Сосын логинг стандарт кітапханаларының ішінен қарап өтетін болсақ, sys, os және логинг деген кітапханаларды қолдандық. Олардың арқасында біз iOgram жазылған ботты
Async IO библиотекасы арқылы асинхронды ортада жүзеге асырдық. Оның барлығын жүргіздік. Telegram бізге жауап беріп тұрды. Оған қоса біз PyCharm IDE-сінің стандартты көмектесетін заттарын үйрендік. Мысалы, оның автотолтыру деген нәрсесі бар. Біз жазып келе жатқан кезде тапты бассақ, өзі автоматты толтырып жібереді. Сол нәрсені үйрендік. Одан кейін бізде қателіктер болған кезде сол қателіктерді шешудің оңтайлы әдістерін ұсынып тұрады. Сол нәрсені қарап үйрендік. Енді біз бұнымен тоқтап қалмаймыз. Үйренетін нәрселер әлі көп. Алда оның бәрін үйрене жатамыз. Сіздермен бірге болған Райқұл Саят. Бұл ақылды код каналы. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. Және лайк пен комментарий қалдырамыз.